Колл-центр «Первая поликлиника». Кожевникова Алена, оператор. Слушаю вас. Чем могу помочь? Нөмірі 1-ші қалалық аурухана жанында ашылған кол орталық күніне 500-ден астам қоңырау қабылдайды. 3 жыл бұрын ашылған орталықта 6 қызметкер жұмыс істейді екен. Кез келген қала тұрғыны үйден шықпай-ақ телефон арқылы дәрігерге жазыла алады. Почему проще? Потому что Кол орталық арқылы дәрігерге жазылу оңайырақ, себебі кезекте тұрудың қажеті жоқ. Ауруханаға да келмейсің. Телефон арқылы қоңырау шалып керек уақытыңа жазылуға болады. Облыс бойынша цифрландыру технологиясына көшкен ауруханалардың алғашқысы 1-ші қалалық емхана. Бүгінгі таңда 300-ге тарта аурухана мамандары мемлекеттік қызмет түрлерін электронды түрде көрсетуге дағдыланған. Работе врача. Қазіргі кезде дәрігерлердің жұмысына технологияларды енгізу жүргізіліп жатыр. Мәселен, біздің ауруханада қарағандылық әріптестеріміздің жүйесі арқылы жұмыс жасаймыз. Жалпы цифрландыру жүйесі не береді? Қағаз бастылықтан арылып, дәрігерлер емделушілерге көбірек көңіл бөле алады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жолдауында цифрландыру жүйесіне өтудің маңыздылығын атап өтті. Бұл қағаз бастылықтан арылып, жұмысты әлдеқайда жеңілдетпек. Осы ретте мемлекеттік қызмет көрсету басқармасы мен халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бірігіп, электронды үкімет порталы арқылы қызмет алу және көрсету бойынша оқыту семинарларын өткізуде. Биылғы жылы облыстың барлық денсаулық сақтау мекемелері осы сынды семинарлармен қамтылмақ. Осы оқытулар мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу дағдыларын қызметкерлер өздері үйренетті. Қызмет алушыларға толық және түсінікті түрде ақпарат жеткізеді деп сенеміз. Тек өткен жылы облыс бойынша 236 оқыту семинар өткен. Оған 3000-ға жуық мамандар қатысты. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.